Саламатсыңдар ма, балалар? Бастауыш сынып мұғалімі Айбекова Индира Ахметсапиевна. Әдебиеттік оқу 2-ші тақырыбы сүп сүйкімді лағым. Сабақтың мақсаты шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап беру. Кейіпкердің сыртқы келбетін сипаттау, мінез құлқы мен іс-әрекетін бағалау. Бағалау критериялары: шығарманың мазмұны бойынша сұрақтарға жауап бере алады, кейіпкерлердің сыртқы келбетін сипаттайды, мінез құлқы мен іс-әрекетін бағалайды. Бірінші тапсырма: жаңылтпасты жаңылмай айтуға дағдылан. Жабайы маралдар бар. Араларында жаралы маралдар бар. Кәне балалар, барлығымыз жаңылтпашты жаңылмай айтып үйренейік. Жабайы маралдар бар, араларында жаралы маралдар бар. Жабайы маралдар бар, араларында жаралы маралдар бар. Келесі жаңылтпаш: еліктер керіктерге еліктеді ме? Керіктер еліктерге еліктемесе. Кәне барлығымыз қайталаймыз. Еліктер керіктерге еліктеді ме? Керіктер еліктерге еліктемесе. Екінші тапсырма тыңдалым. Мәтін: еліктің лағы 82-84 беттер. Аспан шайдай ашық. Таңғы таза ауа. Дене тоңазытады. Жалғыз аяқ жолмен қолына таяқ ұстаған, иығына мылтық, дөрбі асынған, беліне торсық байлаған бір адам келеді. Ол Түймебай деген аңшы. Аңшы таяғына сүйеніп биікке өрмелей бастады. Беліндегі торсығын шешіп, сая жерге жасырды. Таяғын тасқа сүйей салып, қолына қос ауыз мылтығын алды. Қарсы алдында бір нәрсе қараңдағандай болды. Ол демін ішіне тартып, мылтығын алға кезінген бойда әлден соң таста отырған қара қарғаны көрді. Қап, мына қырсық атқыр бүлдірмесе еді дегенше болған жоқ. Қарға: сақ болыңдар, аңдар, деп ескерту жасағандай, төбесіне бір даусымен қарқылдай ұшып өтті. Түймебайдың ызаланған соншалық оны атып салғысы да келді, бірақ ашуын ақылға жеңдіре білді. Ол қайтадан алға жылжи бастады. Кенет биік шоқы түбіне бір елікті көріп қалды. Қуанғаннан екі көзі дереу мылтығының құлағына қайырды. Енді ол тіпті жақын келді. Елік қаннен қаперсіз жалпақ ақ тасты жалап тұр. Нысана қала бастады. Әне елік қарауылға дәлінді. Сол сәтте шоқы тастың арғы жағынан селтең етіп кішкене сұрлақ көрінді. Ол келе енесімен емшегіне жармасты. Түймебайдың қолындағы мылтық сылқ етіп жерге түсіп кетті. Балалар, мәтінді өзіміз тағы бір оқып шығайық. Дәптермен жұмыс 3-ші тапсырма. Сурет бойынша аңшыны сипатта. Мысалы, беліне торсық байлаған, онда ішетін сусыны бар. Тағы да аңшыдан нені көріп тұрмыз? Қолындағы дүрбісін. Тағы да не көріп тұрғанымызды дәптерімізге өзіміз берілген суреттерге ортақ тақырып ойлап тап. Осы қатардағы тағы қандай суретпен толықтырар едің? Жарайсыңдар балалар, ортақ тақырып қамқорлық деп алдық. Жарайсыңдар. Енді қандай тағы да суретпен толықтырар едіңдер? Аңшының іс-әрекетіне көз қарасыңды білдір. Аңшы еліктің баласын көрген кезде жүрегінде аяушылық, жанашырлық және жан-жануарға деген қамқорлық оянды. Елікке кезініп тұрған мылтығын еріксіз төмен түсірді. Тапсырмасы балалар: 83-ші беттегі мәтінді оқу. 85-ші беттегі 6-ші тапсырманы орындап келеміз.